Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді Genially деп аталатын онлайн платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформа өте ерекше платформа. Бұл платформаны пайдаланып, сіз әртүрлі шаблондарда тапсырмалар құрастыра аласыз. Міндетті түрде Google жолағына Genially деп жазсаңыз жеткілікті. Осындай терезе пайда болады. Сонан соң міндетті түрде аккаунт арқылы тіркелесіздер. Тіркелгеннен кейін осындай терезе пайда болады. Сонан соң геймификация батырмасын басқаннан кейін сіздерде әртүрлі шаблондар пайда болады. Осы шаблондардың ішінен өзіңізге қажетті, өзіңіздің сабағыңыздың кезеңіне қажетті шаблонды таңдап аласыздар. Бұл жерде әртүрлі шаблондар бар. Өте қызықты, өте ерекше шаблондар. Бүгін мен сіздерге боулинг шаблонын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін осы боулинг викторина деген шаблонды таңдайсыздар, және осы шаблонды қолданамын деген батырманы басасыздар. Батырманы басқаннан кейін сіздерде осындай терезе пайда болады. Бұл терезеде тест жұмысы ретінде қолдансаңыз болады. Яғни мына жерге мысалға бастау, мына жерге сабағыңыздың тақырыбын жазып қойсаңыз болады, немесе ешнәрсе жазбай осылай қойсаңыз болады, тек стартпен тұрса да болады. Енді келесі бетке көшсек, мына жерге сұрағыңыз жазасыз. Мына жерге дұрыс жауабы бірінші. Яғни сәйкесінше екі вариант бізде қылсаңыз болады, немесе бір вариант қылсаңыз болады. Өзіңіздің қажеттілігіңізге сай құрастырып ала бересіз. Осындай бізде бірінші сұрақ туындады. Енді бұны оқушымен бөлісу үшін презент батырмасын басамыз. Презент батырмасын басқаннан кейін жариялау батырмасын басамыз. Жариялау батырмасын басқаннан кейін бізде осы тапсырмамыз құрылып оқушыға ұсынатын күйде шығады. Поделиться батырмасы, яғни бөлісу батырмасы арқылы сілтемесін жібере аласыздар оқушыға. Копировать етіп, оқушымен бөлісесіздер, оқушы тапсырманы орындау үшін. Енді бастау батырмасын басамыз. Бірінші сұрақ бізде шықты. Мына жерде мысалы принтер қандай құрылғы? Шығару құрылғысы. Мына жерде мысалға ағылшынша берген сөздерді сіз қазақ тіліне аударып, өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай өңдеп алсаңыз болады. Мысалға мына жерге өте жақсы деген сөзді жазуға болады. Өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай өзгертіп, өзіңіздің неше сұрақ болғанын қалайсыз, солай өзгертіп, өңдеп ала бересіздер. Осы Genially платформасындағы боулинг әдісін пайдаланып көріңіздер, немесе басқа да шаблон түрлерін пайдалансаңыз болады. Ақиқат немесе жалған, әртүрлі викториналық сұрақтарды құрастыруға арналған шаблондар бар. Пайдаланып көріңіздер. Алдағы уақытта басқа да шаблондарын қалай жасауға болатынын көрсететін боламыз.